Ассаламу алейкум жігіттер, достар. Баршаңызға кеш жарық. Бізде кеш болды. Мынау күннің батуын қараңыздар. Қандай әдемі, я? Құдай тағаланың құдіреті. Не деген керемет көрініс. Кештетіп малға шыға қалдық. Бірер сағаттай жүріп па, әзер таптым. Кеше таңертең келді. GPS-тің сигналы. Кеше кешкі жоқ. Бүгін кешкі де келген жоқ. Сонымен таңертеңгі де жоқ. Шамалап бері қарай шығып кетуін бинокль салып үйтіп тауып алдым әйтеуір. Машинка. Серый. Джоли. Ана şu ұялас. Кел. Мотылек. Кел. Молодец. Кел. Ай, хорош машинка. Кел. Машинка. Былтырда осы көзі кішкене қамшылар жақ көзі қызарып еді. Машаның. Биыл да сондай. Серега. Ай, молодец, Серега. Джоли. Кел. 15 бас 4 қолын түгел екен. Машалла. Шыбындап жүр. Жерді көрдіңіздер ғой, жер керім енді. Кешеде жаңбыр болды. Бүгін әйтеу кішкене ашылды. Ертең осы аптаның аяғына қарай, демалыс күнге қарай 37 градусқа дейін көрсетіп тұр, Құдай қаласа ыстық. Атаман, кел. Молодец, атаман, красавчик, атаман. Кел. Ай, молодец. Атаман, красавчик, атаман. Қалайсыздар достар, жақсыздар ма? Үйштеріңіз аман ба, мал жандарыңыз? Так, әнеугіде 19 күні шығып келдім ғой осы. Келген күні. Содан кейін ортаға 5-6 күн салып шығып тұрғаным. Одан кейін осы атаманның үйірінде жүрген анау құлабүйек құлап қалыпты да видео салғам. Ол енді сол ұршығынан шығып кетті екен, тайып кетті екен. Әйтеуір бір носы бар. Жер жақсы биыл. Керім болып тұр. Джоли. Атаман, молодец, атаман.
Ай, молодец. Күйлер жаман емес, құрттап жұрттап жатқандар ішінде жоқ сияқты. Ке. Атаман, ке. Баян. Ке. Ке, Турка. Не болса да әйтеуір, Құдайға шүкір, шөптің көптігінен таңдап жеп жатыр. Шөптің көптігінен таңдап жеп жатыр мал. Биыл мамыр айы жақсы жаңбырлы болды. Үш күндеп, 4 күндеп апталап жауған кездері болды. Жақсы ғой, Құдай тағаланың берекесі. Мотылек. Кеше бір подписчиктің айтуы бойынша, мынау мотылек сыған да буаз дейді. Білмеймін, енді бұйырғанын көреміз. Машалла, ана құлыншақтар ойнауға кірісті кешкілік. Асыр салып. Қандай әдемі көрініс. Ке. Үш жерге қасынады. Міне шөп. Едәуір қалың. Далада мотоциклмен жүрудің өзі кішкене қиындау. Екінші скорос, үшінші скоросқа салып алып, абайлап жүрмесе, әйтпесе кез келген жерден шұңқыр кездесіп қалып, қадалып, бір жерлерімізді сындырып алуымыз мүмкін. Сондықтан жайлап жүреміз. Болмаса соқпақ жолға малдың. Болмаса машинаның жолымен. Қиындау, жалпы айтқанда. Қалың шөптің арасында жүру. Машалла. Шуақ. Так, мына байталдың атын Шуақ деп қойдым. Шуақ. Көк биенің былтырғы құлыны өткенде соңға келіп қосқан бие ғой. Так, анау құлынына бір жақсы ат қою керек.